қандаланы дәрілеп жатырмыз. Мықты. Толып жатыр ғой. Уксус шашқан екен квартираға. Уксустың иісі сасып тұр, бірақ уксус көмектеспейді екен. Қыздар, жігіттер, дәлел. Уксус деп жазбаңыздар. Сіз уксус шашқанда кішкене тынышталып қалуы мүмкін. Уксустың иісінен қорқып, бірақ ол өлмейді екен, мінекей. Сонда да түрлі дәрі жаза беретіндер бар. Мынаны ет, мынаны бет деп. Өзіңіз специалист болмасаңыз, дәріні жазуға қорқыңыз. Өйткені адамға зиянымыз тиеді точно. Осылай өледі. Дезинфекция жасау керек. Деген осылар. Бұл жағында негізі тігіліп тұрады. Бұны жыртып тастағаннан кейін кірген бұл жаққа. Негізі материал болса, ол жаққа өтіп кетпейді, материалды тесіп өте алмайды бұлар. Осындай жағдайда уже сложный болады. Бұрыш, қуысы. Мыналарында өз опасный материалдар аралар бөлек. Сондай жерлерге кіріп алады. Жоқ жер жоқ. Неге бұлай болды? Уксус сепкеннен, түрлі нәрселерді шаша бергеннен, өздері күрескен, мынаны жыртқан, құртамыз деп. Содан олар осылар жинатып жүрген. Енді бұл квартираны міндетті түрде 2 рет, 3 рет дәрінеді. Диван тасталуы да мүмкін. Мүмкіндігінше дәрілеп көреміз. Бірақ мынандай жағдайда ол қай бұрышына тығылған білмейміз. Бүкіл бұрышына сепсек те. Осы мынандай ручной аппараттың пайдасы. Мынандай жерлерге құясын. Ал үлкен аппарат болса, шашылған кезде мынандай бұрыштарына қиылмай қалады. Өрмекшті не за что өліп қалатын болды. Міне жаңағы бірінші дәріге тиген қандалалар. Осылай қатып өледі, сөйтеді, құлайды да, аяқтар аспанға келіп жатады. Дәрі тимей қалса, осылай қашады. Қашып баратқан жерден. Енді уксустың иісі қатты шығып тұр. Келген кезде уксустың иісі даже коридорда болды.
бірақ бізде сондай пысық адамдар бар, жазып кетеді. Құр өтіп кетпейді, өзі 100% белгілі білмесе де адамды қателестірмеу керек, шатыстырмау керек. Солай уксусмен шаш дейді, түрлі дәрілерді жазады. Сөйтіп өздері блокқа кетеді. Осылай қуыс дәріленеді. Дәрі тимесе қашады, дәрі тисе өстіп қата қалады. Сосын дәрілеуден кейін бір сутка үйде кету керек. Себебі осылар тығылғандары шығу керек. Есіме дәрі араласып жүрсе болғанды. Мына жағын дәрі болғанбыз жаңа. Диванды көреміз. Бетін дәріледік. Осы диванның жалғасы. Қандағы? Мына жерде свет бар ма екен? Мынау ақтары болатын личинкалары. Жұмыртқалары. Жұмыртқалары негізі дәрілегенде, дәрі тигенде өледі. Егер диванның ішіне қондырған болса, жұмыртқалары. Мына бөлменің светін жағасын ба? Қатты жарық болмайды. Сразу готово. Осылай дәріледі. Енді келесі диванға өтеміз.
бұзылмайды, жүрмейді. Мені осындай материалдарға бағалайды. Керек. Сынып кету керек. Сұйықпен дәрілегеннің пайдасы. Сұйық ары қарай кіріп кетеді, ал порошок болса осында тұрып қалушы еді. Содан әсері болмаушы еді. Диванды көтерсек. Бұл жаққа да пияз тастапты. Пияз қойса әсер етеді деп естіген. Ашыламан ма? Ол ашыламан ауызын ертең болмайды. Дәрілі қойым, сосын ашамыз. Солай бір жерді қалдырмай дәрлейміз. Әсіресе байқасаңыздар, бір-біріне қосқан жеріне қатырақ құйып отырмыз. Төңкіргенде мынаны көрмей қалушы едік, бұл аман қалушы еді. Бұлай жүріп, осындай жерге тоқтайды да. Сол жерде жүреді. Әсер етіп жатыр. 4-5 секундта әсер етіп жатыр. Өзі кішкентай, көбі қиын. Тақпай жатасаңыз үйде осы камераны үлкейтсеңіз, осылай қарасаңыз тауыласыз. Ал мынау қара диванда болса көрінбейді. Қандай қара диванда. Енді диванды дәрлеп болған соң төсекті дәрлейміз. Содан кейін осындай тұныстарды дәрлейміз. Анда резеткаларға қойып кетеміз. Негізі дезинфекция маманы шақырамыз. Қандала пайда болған кезде дезинфекция маманы шақырамыз. Біз дезинфекция маманымыз, бізге хабарласыңыздар. Бұл видеоларды жайдан жай салмаймыз. Адамдарға пайда болсын, яғни қандаланы қай жақтан іздеп табу керек. Видеоларды толық көрсеңіздер, лайк басып кетіңіздер. Подписка жасаңыздар каналдарға. Қазақ тіліндегі ақпаратты, дұрыс ақпаратты қолдап кетіңіздер. Негізі қандала десеңіз көп нәрселер шығады. ютубқа жазсаңыз, жай ютуберлер де бар, жай салып жатқан. Өзі білмейді, түрлі дәрілерді көп. Біздің 8 жылдық тәжірибеміз бар, және тәжірибемізден көз алдыларыңызда өткізіп жатқан препараттар жайында ғана айтамыз. Өзіміз жетпеген нәрсені айтпаймыз. Сенен ау перденің тәбесінде болады олар. Дайындап аламыз да. Осындай тегісінде шығады. Жері төгіледі, сол жер қайтарылған жері бар. Түзу барып сол жерде отырады. Осыдан қашып барып тағылатын жерлер. Бүгін бұлар үйге уксус сепкен, ол обязательно сол жаққа тағылды. Және осыларды шешіп шығамыз. Жеткен жерінде қатысын дейміз да. Потолокқа шашамыз.
стеналарға шашып береміз. Міне осылай дезинфекция аяқтаймыз. Мынау қандала, адамның қанымен тамақтанады. Бұлар өздері 3 мм болады, бірақ өзінің көлемінен 2 есе көп қан жегендіктен 7-6-7 мм-ге өсіп кетеді. Бұл қан жемеген кезде бұны табу қиын. Қан жеп тойып алған кезде де міне қатып қалды. Осылай өледі. Дәрінің әсері. Каналымызға тіркеліп кетіңіздер. Лайк басып кетіңіздер. Мына бір жәндікте. Бұл да өліп жатыр өзімен өзі. Бөліне отыра береміз ғой. Осылай жаңағы дәрілеген әсерін тағы да бір көрсетіп қояйық. Біреулер өлмейді деп жатыр, енді өлмесең осы уақытқа дейін қашып кетуші еді. Міне осылай өледі бұлар. Қатып қалады. Құлады. Құлады. Жабысып тұрады. Құлайды. Негізі бұлар қашады. Қашпай жатырмыз, значит өлді деген сөз. Міне мына біреулер де қатып тұр. Сол аяқтарын аспанға кетіріп өледі. Каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Видеомыз пайдалы болады. Егер толық көріп жатсаңыздар, дұрыс пайдаланып жатсаңыздар. Телефон номеріміз қалдырамыз. Бізде YouTube каналда, TikTokта, Instagramда бәрінде бар. Лайк басып кетіңіздер.